Бисмилля. Мұсылманның сенімі. Үшінші сұрақ. Қашан ғибадат құлшылық дұрысқа саналады? Жасап жатқан жақсы амалдарымыз, ғибадат құлшылықтарымыздың дұрыс болуы үшін біздер жаратушыны Аллах тағаланы дұрыс тануымыз керек. Құран-ы Кәрімде Құдай тағала былай дейді: «Ләйса кәмислихи шәй». Ол ешбір нәрсеге ұқсаушы емес. Яғни оның ешқандай теңдесі жоқ, ешбір ұқсашы жоқ. Жаратушы Аллах тағала өзін жаратқан нәрселеріне мүлдем ұқсаушы емес. Жаратылыс дегеніміз не? Дене және оның сипаттары. Құдай тағала ол нәрселер айтылмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: «Ла фикрота фир рабб». Аллах жайында ақыл оймен танып біле алмаймыз. Өйткені біздің ақыл ойымызға келетін, суреттелетін нәрсенің барлығы ол дене болып саналады, жаратылыс болып саналады. Аллах тағаланы өйтіп ойлап тани алмаймыз. Имам Ғазали былай деп айтқан: «Ла тасиххул ибадату илля ба'да ма'рифатил ма'буд». Яғни ғибадат ешқандай қабыл болмайды, жақсы амалдар ешқандай қабыл болмайды, тек қана сол ғибадат етіліп жатқан нәрсені, яғни жаратушыны дұрыс танымайынша, Аллах тағаланы дұрыс танымайынша ешбір жақсы амалдар қабыл болмайды, яғни сауабы болмайды. Сондықтан да біздердің ең бірінші білуіміз керек нәрсе мына әлемнің Раббысын, Құдай тағаланы, Аллах тағаланы дұрыс тануымыз керек.